жасасып үйренетін боламыз. Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін Аида мен Сабина сіздерге колбаса жасап үйрететін болады. Достар, негізінде колбасаның бірнеше түрі бар. Соның ішінде үлкендер де, балалар да сүйсініп жейтін сервелат колбасасын үйрететін боламыз. Ол үшін бізге мінекей фарш керек. Бұның ішінде тауық еті мен сиыр еті араласқан. Біз фаршты өзіміз қолдан тартып жасайтын боламыз. Осы фаршты өлшеу үшін бізге осындай арнайы таразы қажет. Және мынандай термометрлер қажет. Бұл бізде фарштың градусын өлшеу үшін қажет. Екіншісі мынау бізге колбасаның піскендігін анықтау үшін қажет. Бұл жерде 75 градусқа барған кезде колбаса піседі деген сөз. Және бұл біз әсел пешке жасаймыз. Сол пештің градусын анықтауға арналған градусник. Содан кейін осындай оболочка керек бізге. Бұның жіңішке түрі де болады, үлкен түрі де болады. Менде мына жерде екі түрі бар. Мынау жуан, мінекей, мынау кішкене жіңішкелеу түрі. Одан кейін жіп қажет болады осы оболочканы байлағанға. Мынау өте ашшы. Бұл өте жаңағы нелерді дәл өлшейді. Приправаларды өлшеген кезде қажет болады. Қазір сіздерге көрсететін боламыз. Одан кейін нитрит тұзы қажет, фосфат қажет, және мінекей паприка қажет, финский сервелаттың паприкасы қажет, чеснок дейді, бұл кептірілген чеснок, мынау паприка деген кептірілген бұрыш деген сияқты ғой. Және свежий чеснок қажет болады. Біз описанияда қанша граммнан қосатынымызды сіздерге жазып өтетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз фарштың градусын өлшеп алуымыз қажет. Мұны осылай салған кезде, мұны байқадыңыздар ма? Кішкене түсіп жатыр. Бізде осы фарштың градусы 7 болған кезде әлі де төмен түсіп кетті. Значит, бізге 7-ге көтерілу керек кішкене. Әлі де мұздай болып тұр. Қатты мұздай болып тұр. Осы 7-ге көтерілген кезде біз приправаларымызды қоса берсек болады. Достар, сіздерге описанияға жазып кетеміз. Қанша граммнан қосылу керек екені. 1 килограмм етке жазып кетеміз. Ары қарай сіздер 2 килограмм, 3 килограмм немесе біз сияқты 1000-1770 болуы мүмкін. Ондай болған жағдайда өздеріңіз есептеп табатын боласыздар. Мен сіздерге қазір біреуін есептеп көрсетемін, ары қарай қалған өздеріңіз солай есептейсіздер. Қараңыздар. Мысалға, 1 килограмм еттен бізден 2 штук колбаса шығады, немесе 1 килограммдық 1 штук колбаса шығады. Біз екеу жасайтын боламыз. Бірақ бізде 1770 грамм. Получается, бізге даже үшеу шығады. Енді сіздерге қараңыздар. Сиыр еті 800, тауық еті 200. Мысалы, тұз. Осыған қосылатын тұз 7 грамм. 1 килограмм дегеніміз 1000 грамм ғой. Мінекей. 1000 грамм етке 7 грамм тұз қосылады. Ал біз жасайын деп тұрғанымыз еттің салмағы 1770. 1770 грамм етке қанша қажет? Бұл жерде біз X деп аламыз. Біз осыны табуымыз керек қой, қанша грамм тұз қосылатынын. X тең дейміз, 1770-ке пропорция түрінде шығарамыз. 7-ні көбейтіп, 1000-ға бөлеміз. Қараңыздар, 1770-ке 7-ні көбейтіп, 1000-ға бөлеміз. 12390, соны 1000-ға бөлген кезде 1 килограмм еттің массасына 12-де 39 шығады. Біз осыны шама тұз қосуымыз қажет. 1770 грамм етке 12-де 39, 12,39 қосуымыз қажет. Оны қалай өлшейміз десеңіздер, мынау бізде Каспийде бар, дәл өлшейді. Осы үтірден кейінгі санын да анықтап береді. Осыны алып алыңыздар, қымбат емес. Достар, енді сұрақ келеді. Мынаның үстіне сыймай қалады ғой приправа деген сияқты ой болады. Бәрінде. Енді қараңыздар, мынаны қосайық. Параққа өлшейміз. Парақты қойған кезде, парақтың салмағы кетіп қалады, көрдіңіздер ме? Сол үшін мына таре деген батырма бар. Қараңыздар, таре. Осыны басамыз. Сонда 0 болады. Бұл кезде парақтың салмағын өлшемейтін болады. Ал біз приправаларды осы параққа салып, мына жерден көріп отырып өлшейтін боламыз. Достар, біз тұздан бастап өлшейін деп жатырмыз. Мінекей қараңыздар. Біз таре батырмасын бастық, парақтың салмағын алып тастадық. 0-ден 0. Сала ғой. Бізге қажет міне 12-де 39. Тағы да сал. 12-де 39-на параққа сыймауы мүмкін. Бөліп есептесек болады. Бірінші 6 грамм алып алайық. Так, кішкене ғана сал. Давай мен ала салайын қолмен. Бірінші 6 грамм алайықшы. Тоқта, Сабина.
Міне бірінші 6-ны алдық. Ой, 6-та 2 болып кетті ме? Міне достар, 6 грамм өлшедік, енді тарелкаға салып аламыз. Бәрін сал соған. Бұл 6 грамм. Енді тағы да қой. Тағы да тұз сал. Міне көрдіңіздер ме? 0 болып өзі автомат түрде 0-ге келеді. Өйткені біз тария батырмасын бастық. Тағы да сал. Біз мына 12-де 39-дың 6-сын салдық, енді 6-да 39 салуымыз керек. Сала ғой. Сал. 1-де 12 болып тұр. Иә, сал. Тағы да. Тоқта. 7-де 5 болып кетіпті. Бізге 6-да 39-ға жет. Яғни аламыз. Қасықпен тағы алайық, әкел. Маған қасықты бер. 6-да 39, я? 6-да 7 болып тұр. Так, 6-да 2. 6-да 3 қылып алсақ жетеді. Ой, 6-да 4. Тоқта. Қайтын алып қойыш. 6-да 5. Бізге 6-да 3 қажет. 6-да 4. 6-да 2. Мына сол қолмен ыңғайсыз болып жатыр, достар. Қазір мен 6-да 3-ті өлшеп, мына жаққа қайттан салатын боламын. Міне, 6-да 39 ғой, достар. 6-да 3 қылып аламыз. 6-да 4 қылып алсаңыздар да болады. Осылайнан, мына жерде тұрған дәмдеуштердің барлығын қосып, тарелкаға бірінші дайындап аламыз. Достар, есепті тағы да бір түсіндіре кетейін. Жаңа тұзды өлшедік, 7 грамм. 1770-ке алған кезде 12-де 39 керек болды. Енді қарасаңыздар, нитрит тұзы тоже 7. Получается, тағы да 12-де 39. Мына жерге жазып қойдым. Енді бізде фосфат 2 немесе 3 грамм алу керек деп қойған. Мен 3 граммен алдым. 3 граммен ала беріңіздер. Міне, фосфатқа 5-де 31 керек, ол қалай шықты? 1000 грамм етке, 1 килограмм етке 3 грамм фосфат қажет. 1770 грамм етке қанша қажет? X тең 1770-ке 3-ті көбейтеміз, қарама қарсы пропорция түрінде бөлеміз 1000-ға. 1770-ті 3-ке көбейткен кезде 5310 шығады, 1000-ға бөлген кезде 5-те 31. Осылайнан барлығын есептеп шығасыздар. Мына жерде чеснок 8,85 керек екен, бізге. Біз 85-ті мына жерден округлять етіп, 5-тен жоғары болса, уже 9 деп есептеуге болады. 8,9 алып алдық. Міне 8,9-ға кептірілген чеснок өлшедік. Ал айда сала ғой тарелкаға. Екеуі жасағысы келіп жатыр тез-тез. Мына жерде біз тұз өлшедік, фосфат өлшедік, нитрит тұзын өлшедік, чеснок өлшедік. Келесін енді Сабина өлшеді. Достар, біз фарштың градусын қайтадан өлшеп жатырмыз. Мұны қараңыздар. 8-ден жайлап түсіп бара жатыр. 8-7 болған кезде қоса берсек болады. Егер тым жоғары болса, мысалға қатты еріп кеткен болса, онда морозилкаға салып аласыздар. Міндетті түрде градусты сақтау қажет. Достар, бұлай фаршты приправамен араластырған кезде мамаларыңыз, әпкелеріңіз араластырып берген дұрыс болады. Себебі бұл өте салқын, қолдарыңызға суық тиіп қалады. Перчаткамен жасаған ол жай ғана қолыңызға кішкене суықтан сақтайтыны болмаса, тазалық жағынан перчаткаға қарағанда қол таза болады. Ол дәлелденген, зерттелген. Сол себептен мен көбінесе қолмен жасаймын. Және біз осы приправаны 3-5 минуттай араластырсақ жетеді. Қараңыздар, осындай ақ жібі шыққанша араластырамыз. Міне, ақ жібі деген, қараңыздар, созылып кілегейленіп тұр ғой бұлай. Жапсып бір-біріне. Осыны айтады, ақ жібі шыққанша араластырамыз. Одан кейін арнайы оболочкаға салып, пакетке орап, холодильникте 10 сағаттай тұрса жақсы. 10-12 сағат тұрса, ертесі күн таңертең пісіріп аласыздар. Сол үшін түнде маринаттап қойған жақсы болады. Достар, біз енді оболочканы қиып алдық. Салқын суға 15 минуттай, 20 минуттай салып қоямыз. Мөлшерін өздеріңіз білесіздер. Мына бізде мысалы кішкене жіңішкелеу түрі. Саламыз. Қатты болып тұр, Сал, Сабина. Бізде енді осылай 15 минут тұрғаннан кейін бұл жібіп кететін болады. Босап жібейді. Сосын екі жағын мынандай
арнайы жібі болады. Осы жіппен бұл жаңа пешке шыдамды жіп. Ешқандай да күймейді, өртенбейді, жанбайды. Арнайы осылай пешке арналған жіп. Мінекей. Екі жағынан байлаймыз. Сосын колбасаны салып, түнге қалдырып, бір түнге 10 сағаттай пісіретін боламыз. Достар, енді бізде дайын болған фаршты осындай арнайы шприцке салып, сосын мынандай оболочкаға салатын боламыз. Өте ыңғайлы. Себебі қараңыздар, ашшы мына жағын. Не? Мына жақтан біз саламыз фаршты. Содан кейін укол сияқты көрдіңіздер ме? Дәу укол сияқты, иә? Үлкен укол сияқты болып көрінеді. Шприц. Осыны былайынан кигіземіз. Мынаны кигіз, давай, Сабина. Айда. Достар, енді осы дайын болған фаршты біз өзінің осындай арнайы шприц сияқты болады. Бұның басқа да қымбат түрлері бар. Мен жай ғана арзан түрін алдым. Осымен ақ жасауға болады. Мына жерінен қазір бұрап, былай итерген кезде мына жағынан шығатын болады. Мынаны бір жағын байлап қойдық әдемілеп. Қазір көрсетеміз. Толтырып салыңдар, қыздар, толтырып. Достар, міне біз толығымен салдық. Енді жабамыз. Бізде Айда жауып жатыр. Енді мына жағына кигіз. Сен кигіз, Сабина, сен кигіз. Айда сен кигіз, Сабина ұстап тұрады. Бұл жерде бір жағы бізде уже байланған. Тура осылы жеріне келген кезде қыздар, міне қараңыздар. Достар, міне фаршты біз толтырдық, жаптық аузын. Және мына жері байланған, мына оболочканы толығымен кигіздік. Түбіне дейін әкелеміз. Ауа кетпеу керек. Мына жерден ұстап тұрамыз. Ұстап тұрасың. Айда сен мына жерден ұстап тұрасың. Бұны сіздер қолдарыңыздан келмейді, потому что ауыр. Бұны әрине сіздердің мамаларыңыз немесе папаларыңыз жасап беру керек. Себебі приправа қосылған фарш мынаның ішіне қатты жабысқақ болады. Бізде көбінесе папамыз көмектеседі. Мама. Міне достар, бізде мына екеуі бір кісінің заказы. Міне көрдіңіздер ме, мына жіңішкелеу оболочкаға салынған. Мына екінші адамның заказы. Мынаны өзімізге жейміз бұйырса. Енді осылай бір түнге қалдырамыз. Колбасаны пакетке саламыз. Достар, енді колбасаны пакетке салып, аузын жауып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке салып қоямыз. Ертең таңертең пісіреміз. Пісіру уақыттарын барлығын толық видеода көрсетіледі. Достар, біздің колбасамыз пісіп жатыр. Ең бірінші 50 градусқа жеткізіп, міне арнайы өзінің пешке салуға болатын градусник көрсететін, термометрі 50 градусқа қоямыз да, жарты сағат 45 минуттай былай оқтау немесе басқа да күймейтін ағаш қасықтары да болады. Соларды қойып, бірінші сушка жасайды екенбіз. Одан кейін аузын жауып, жарка жасаймыз 2 сағат. Мен обычно былай 1 сағаттан кейін екінші жағын ауыстырып қоям колбасаның. Сосын градусын өлшеп отырам. Өзінің арнайы термометр бар тығатын, соның қанша градусқа келген өлшеп отырам. Одан кейін мынаның колбасаны жоғар жағына қоям да, асты жағына қайнаған, астында тағы бір ыдыс болады ғой, пештің. Соған қайнаған су құйып, тағы да 1 сағаттай варка жасаймыз. Сонда жарты сағат 45 минут примерно сушка болады, оқтаумен былай треп қойып, ашып аузын. Одан кейін 2 сағат жарка болады и 1 сағат варка болады. Жарты сағат, 1 сағат дегендей. Ол ыстық су құйған, ол
жаңа колбасаның жұмсақ болуына әсерін тигізеді. Одан кейін піскеннен кейін жаңа термометрді салып көреміз, өзінің арнайы қазір піскен кезде көрсетемін. 70 пен 80-нің арасында болса пісті деген сөз. Одан кейін сразу мұздай суға салып жарты сағатқа қалдырамыз. Кейін уже болды, судан кішкене сүртіп, суын қолмен жаңағы қол сүрткіштермен сүртсеңіздер де қағазға қойып, әйтеуір не істеу керек, суын сырқып алу керек. Содан кейін суығаннан кейін жей бересіздер. Міне достар, мынандай арнайы үшкір термометрмен. Мына жерде уже бәрі май ағып, специально тек қана колбаса пісіремін бұғанмен. Осылай мына жерін тесіп, мысалға бір шетінен. Ой, мынаны тесейін. Мына қараңыздар. Бұл 2 сағат жаркада тұрды уже. Көрдіңіздер ма? Жетпіске жақында. Қазір мен шайнекке қайнаған су, шайнекке су құйып қойдым. Қайнағаннан кейін, мына ыдыс бар ғой, осыған құйып, теріс қарап тұр. Соның астына қоям, мынаның үстіне жағына қоям, варкаға қоям. Сонымен ол примерно 72-ге барады. Мына жерлерге барса, көрінбей жатыр ма? Мына жерлерге барса, уже пісті деген сөз. Пісіп қалды. Міне достар, колбаса салынған үстіне ауыстырдық. Астына қайнаған су құйып, екінші ыдысына салып жауып жатырмыз. Варкаға кетті. Тоже 1 сағатқа қоямыз. 45 минутта болады. Достар, сіздерге градусын қазір көрсетейін. Мына жерге жаңа салғанын қайтадан салып көрсетейін. Қараңыздар. Қазір варкада тұр ғой бұл. Менде 4,5 сағатта пісті примерно. Негізі 3 сағат, жарты сағат сушкасы бар, 1 сағат, жарты сағат, В общем, 3,5-4 сағаттарда, кейде 5 сағатта пісетін кездер болады. Ол енді әркімнің өзінің пешіне байланысты. Менде әсел пеш, ескі пеш. 70 градуста емес, 100 градуста, 90 градуста пісірдім. Байқасаңыздар, жайлап бара жатыр, көрдіңіздер ме? Неке 72, осы 70-ні асқан кезде уже почти пісті деген сөз. Достар, міне бізде колбаса пісті. Міне кішкене ауа қалып қойғандар осылай болып тұрады. Бірақ ол ештеңе етпейді. Осылайдан примерно 15 минуттай қоямыз. Егер мына жерге су тимей қалса, мысалға, екінші жағын ауыстырып қоя саламыз. Немесе суды толтырып қойсаңыздар болады. Ал мынау бізде піскен колбасаның түрі. Бұл жолғы етте менде майын аз қостым. Сол себептен қараңыздар, полный ет болып тұр. Және біз суытып емес, ыстық күйінде жейін жатырмыз. Негізі суытып жесеңіздер, дәмі өте керемет болады. Бұдан да керемет болады. Достар, міне бізде ыстық күйінде Сабина мен Аида жейін деп жатыр. Дәмін айтыңдар. Сабина айтпайсың ба, не дәмін? Зор дейді. Зор дейді. Сен жеп көр. Уже Сабина екінші колбасасын жейін деп жатыр. Аида да солай. Дәмін айтсаңдар, қыздар. Достарың айтпайсыңдар ма? Дәмі күшті. Дәмі кен. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын, иә. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, достар. Жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Описаниясына жазып кетем барлығын. Колокольчик басыңдар, лайк басыңдар. Бізге тіркеліп қойыңдар.